2023 жылдың қыркүйек айы. Білім нәрімен сусындатуға Тараз қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі облыс көлеміндегі мектептерден 7-ші сынып оқушыларын қабылдады. Бұл кезде болашағынан зор үміт күткен балапандарды көптеген мүмкіндіктер күтіп тұреді. Білім алудан бөлек өзіндік шешім қабылдауға, өз ойын еркін жеткізуге баулитын, жан-жақтылықты меңгертетін зияткерлік мектеп балалардың өсуіне, көркеюіне, білімдеріне септігін тигізіп қана қоймай, 5 жыл ішінде үлкен жетістіктерге жетеледі. Математика мен физиканы ұмытылмастай етіп меңгертті, 3 тілде жетік сөйлетті, барлық іс-шараларға белсенді қатысуға үйретті. Мектеп мақтаныштарына айналып көптеген халықаралық байқауларға қатысып, мектебіміздің көк туын желбіреттіңіздер. Қай салада болмасын спорт, өнер, білім кемесін алға қарай жетелетіңіздер. Тардай болып кіргенсіздер, міне бүгінде үлкен азаматша болып, өз мамандықтарыңызды таңдап, үлкен өмірге қадам бастыңыздар. Алтын ұя мектептің тұлпарлары дүлділі, жұлдыздары жүректің жетілдіңдер бұл күні. Бірің хәкім, ал бірің болыңыздар ғылама, мың дауыспен сайраған өмірдің бұлбұлы. Мектебімізде көп дарындылар, спорт қуған өнер сүйген жолын бұлар. Республикада, облыста да үздік шыққан жігіттеріміз шетінен чемпиондар. Шеттерінен өнерлі қыздарымыз бар, биде билеп шырқадып әнде салар. Түлектермен әрқашан мақтанамыз, шәкірттер ол өмірлік есте қалар. Жолың болсын ардақты түлектер, дүрсілдеп соғып татыр кішкентай жүректер, тәлімді тәрбиемен біліп жиып, жол жүзгелі тұрсыңдар, шәкірттер. Ұмытпаңыз алтын ұя мектебіңді, ұстазыңды, балалық шақ көктеміңді, орындап мақсат міндет арманыңды, жасай бер туған елге еңбегіңді. Студентам, выпускникам желаю всего наилучшего. Вы сделали большой шаг вперед в универскую жизнь. Скоро каждый ваш финал будет таким же сложным, как МЭСК, но вы не отчаивайтесь, зато самое веселое время в вашей жизни наступает. Держайте. Құрметті 12-ші класстар, сіздерді осы выпускной жылмен құттықтаймын, және де осы болашақта сендерге көптеген жетістіктер мен бақытты өмірді тілеймін, және де біз сендерді жақсы көреміз. Сендер осы алдыңғы 12-лерден кейінгі бізге ең жақын болған 12-лер болып саналасыңдар, және де біз сендерге өте сендер болғандарына біз өте бақыттымыз, жолдарың болсын. Дорогие выпускники, я желаю вам всего самого наилучшего, чтобы вы смогли подняться, чтобы вы поступили в очень хорошие институты, чтобы у вас были хорошие семьи, чтобы вы всегда были счастливы. What's your story? What's your plan? Where you going to? Where do you stand? In this moment, take a chance. Feel the light shine down. Live your life out loud. You can dance. Hear the laughter in the air. Let your voice be heard. If you dare, take the high road to your dreams. Let the world see how life could be right now. Come with me. One step towards the edge. What will happen next? Every moment tells the story of our lives.
would happen if we tried? Could we spread our wings and learn to fly? And together we could see that the world is ours. We can shine like stars. We can dream. Oh. We can dream. Yeah. We can dream. Oh. We can dream. Бүгінгі қоштасу күндерің құтты болсын, талаптарың зор болсын, жолдарың ақ болсын. Мына мектептің атына лайық елбасымыздың Алла тағала сендерге соғып берген мектебінде оқып, білім алып, үлкен жолға түсіңдер. Сіздер міне бүгін өмірлеріңіздегі ең үлкен қадамды жасағалы отырсыздар. Сол қадам арқылы сіздер үлкен өмірге аяқ бастыңыздар. Енді алдыда сіздерді үлкен белестер, жаңа сынақтар күтеді. Сол сынақтардан сүрінбей, өздеріңіздің осы 12 жыл мектеп қабырғасында алған білімдеріңізді сол үлкен өмірде көрсетіп, алға қойған мақсаттарыңызға жете білуге шын жүректен тілектеспіз. Хочу пожелать вам, чтобы ваши мечты сбывались. И не останавливайтесь, не ставьте перед собой целью вуз. Вуз – это промежуточный этап. Мечтайте шире, выше. Перед вами вся жизнь открывается, у вас хорошая подготовка, у вас хорошие жизненные ценности, вас готовили хорошие учителя и родители. Поэтому я верю, что у вас все будет хорошо. Ваш первый директор Арсен Байтуков. Сейчас смотрю. Да, весь наш класс. Девочки, сделайте так руки. Давайте фотографируйте, как он работает. Күн шуағы бүгін жайнап тұрған күнде біз мына талды егіп отырмыз. Ең соңғы жылымызда өзіміздің артымыздан қалдырған ізіміз. Біз осы тал секілді барлығы өсіп өніп, білімдерін тереңдетіп, болашақта бұлтпен санасатын, яғни сол бұлтқа жетіп отыратын жастар өссін. Осы мектептен тек қана үздік түлектер мен нағыз ер азаматтар мен азаматшалар шыға берсін деп тілейміз. 6 жыл бойы бізге білім берген Назарбаев зияткерлік мектебіне рахмет! За 5 лет произошло очень даже много событий. Я нашла таких верных, добрых друзей. И с каждым годом я была уверена в них. Ниш подарил мне радость, эмоции, также друзей. Ниш сделал мое детство, мою школьную жизнь незабываемой. Для меня Назарбаев интеллектуальная школа открыла очень большие пути для достижения своих целей. Спасибо, Ниш. Білікті де білімді ізденімпаз жастардың басын қосқан Назарбаев зияткерлік мектебіне үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет, Ниш. Ата-бабаларымыз атадан мал қалғанша тал қалсын деп айтқан болатын. Осы бабаларымыздың тілегін біз ізге ниетпен қазіргі алаңда орындап отырмыз. Осы ізгі ниетпен егілген талымыз болашақта
өзіміз сияқты көркейіп өсе берсін, және біздің алға жылжуымыздың нышаны бола берсін. Когда я смотрела сейчас на ваш танец, я вспоминала вас в 7 классе. Вы замечательные. Я очень рада, что когда-то встретила вас в этой школе. И увидев вас такими повзрослевшими, такими красивыми, я очень рада. Желаю вам от всей души, пусть удача встретится вам в жизни. Пусть она всегда вам сопутствует. Поэтому будьте счастливы. Құрметті жас түлек, сіздерді бүгін соңғы қоңырауларыңызбен құттықтаймын. Сіздерге ақ жол тілеймін. Жаңа Абай атамыз айтқандай, жаңа дүниеде кірпіш боп қалана беріңіздер.
Дорогие выпускники, желаю вам светлого, чистого пути. Никогда не забывайте на свою школу, приходите, мы всегда вам рады. Мы гордимся тем, что вы были учениками нашей школы. Есть много вспомнить успешных, среди вас очень много было. И желаю, чтобы вы также продолжали быть успешными в этой жизни, чтобы эта жизнь приносила вам только удачу, счастье и радость. Уважаемые выпускники 2019 года, желаю вам счастливого полета. У вас жизненный путь будет удачным, чтобы у вас все сложилось наилучшим образом. Удачи! С праздником! Күндей мектебім, шашатын ертеңіме жарық партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Қазақ тілі, физика, алгебра, химия, ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз. Күлім қаққан класстас, жүзімнен нұр шашқан қыз. Естен кетпес көктемім, жүрегімнің жыр әні, ақ күмбезді мектебім, бақытымның тұрағы. Естен кетпейтін мәңгі 11 жылымыз. Біздегі сенім, тәрбиең сенің, мектебім алтын менің. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Жас түлек, жатақхана тәрбиеленушілері, сіздерді оқу бітірулеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің жатақханада 26 тәрбиеленуші 12-ші сыныпты аяқтады. Біздің жатақханамыздың үлкен мақтанышы, мектептің мақтанышы Мағзым Ермахан алтын белгі иегері. Жатақханада барлық 26 баланың орны ерекше болды. Барлығы талантты, дарынды.
Олар 2013-тен бері, яғни мектеп ашылғаннан бері келе оқып жатқан және жатақханада тәрбиеленіп жатқан біздің түлектеріміз. Оларға біз осы жолдарың ақ болсын, алға қойған мақсаттарыңыз орындалып, үлкен мамандықтың иесі болуға шын жүректен тілектеспіз. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me, and life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing, Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. Құрметті 12-ші сынып оқушылары, 2019 жылғы түлектер, сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алдыңыздар. Сіздерге ең бастысы зор денсаулық тілеймін. Әрдайым өздеріңіздің алға қойған мақсаттарыңызға жетулеріңізге және осы еліміздің білікті маманы атауына ие болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Осы өмірде тек қана жақсы адамдар кездессін, сіздерді әрдайым қолдасын. Добрый час, наши милые детки. Поздравляю с выпускным. Желаю вам смело идти к своим мечтам, никогда не бояться перемен. В жизни всегда помнить, что все делается только к лучшему. Пусть с вами рядом всегда будут любящие люди и верные друзья. Пусть ваши сердца никогда не перестают верить только в хорошее. Успехов, счастливого взросления и больших побед в дальнейшем. Дерзайте. Құрметті Тараз қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші B сынып оқушылары. Сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы отырсыздар. Бүгін бүкіл қазақстандық түлектер үшін ең атаулы мерекенің бірі деп айтсақ та болады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарымыздың тәрбиесі мен білім беру жұмысына ерекше назар аударып, сіздердің сапалы білім алып, үлкен азамат болуларыңызға жағдай жасап отыр. Сол себепті ел болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан да ерінбей, жалықпай, талмай, өмір жолында еңбектеніп, үлкен азамат болып,
ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Тек алға. Поздравляю выпускников 12 классов с окончанием школы, учебного года. Желаю исполнения их самых заветных желаний, чтобы они поступили в вузы, которые не хотят поступить, чтобы они не забывали школу. Это самый, наверное, наш первый выпуск, который в 7 классе пришел к нам и закончил 12 класс в нашей школе. Мына қияға қанат қаққалы отырған жас түлектерімізге сәт сапар тілейміз. Білімдерінің биік шыңынан көрініп, осы тәуелсіз еліміздің жарқын болашағына үлес қосатын, сондай бір мақсаттарына сүрінбей жететін мықты азаматтар мен азаматшалар болып өсе берсін. Қанаттарын талмасын жас түлектер. Geçken шығарма сонау жолдарым естен тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұрау арнамдан асып толқындай тасып төгілгенім ау аттанар сәтте
Мектепке алғысым шексіз, себебі мұнда 6 жылғы өміріміз өтті. Тәлім тәрбие берген үшін, білім берген үшін, дос болуды үйреткен үшін, қадірлеуді үйреткен үшін алғысым шексіз мектепке. Қазірдің өзінде қобалжып тұрмын, себебі болашаққа қадам басайын деп тұрмыз. Мектептегі администрацияға, асханаға, жатақханаға бәріне алғысым шексіз. Келесі түлектерге тілейтінім сәттілік, ең бастысы емтиханнан сүрінбей өтсін, және тек қана алға ниет деген жанұямыз әрқашанда бірге болсын. Шама бізді аялап білім берген үшін Назарбаев зияткерлік мектебіне алғыс білдіремін. Және де өзімнің достарыма, түлектерге жоғарғы оқу орнында сәттілік, жетістіктерге жете берсін деп тілегім келеді. Биыл бітірген 12-ші сынып түлектерін бітіруімен құттықтаймын мектепті. Оларға үздік универлерге түсуіне әрдайым тілектеспін. Және өмірде тек қана жақсылық тілеймін. Өзің бітіруші ретінде не айтар едің? Бітіруші ретінде ма? Ешкімді тыңдамай, тек өзі қалаған университетке түсулеріне кеңес беремін. Төгілгенім ау, аттанар сәтте, көрінемін ау, қимадым сені, соңғы қоңырау. Аттанар сәтте, көрінгенмін ау, қимадым сені, соңғы қоңырау. Қимадым сені, соңғы қоңырау. You light up my world, you light up my life, and light up my days, and light up my nights. And never the sun did shine so bright than when I look into those great big eyes. You light up my heart with your smile. Stay a little while and light up my world, and light up my life, and light up my life. Light up my world, you light up my life, you light up my days, and light up my nights. And never the sun did shine so bright. And when I look into those great big eyes, you light up my heart with your smile. So stay a little while and light up my world, light up my life, and light up my life. So stay a little while and light up my world.